Жер асты әлемі шын ба? Ежелгі аңыздардағы халықтардың жер астына кеткені жайлы құпиялар. Жердің астында басқа бір әлем бар деген аңыздар неге өте көп? Бүкіл әлемде адамдар ғасырлар бойы құпия туннелдер, жұмбақ өткелдер және жер асты қалалары туралы айтып келген. Ал кейбіреулер тіпті тұтас халықтардың жер астына көшіп кеткеніне сенімді. Агартха аңызы ең танымал аңыздардың бірі. Буддистердің қасиетті кітаптарында бұл жер асты патшалығы мыңдаған жылдар бойы бар деп жазылған. Ол жерде өмір сүретіндер бізден әлдеқайда ақылды, олардың технологиялары керемет дамыған, ал біз олар туралы ештеңе білмейміз. Бірақ ең қорқыныштысы, олар бізді тыныш қана бақылап отыр екен. Егер бұл рас болса, олар неге жасырынады? Тарихта жұмбақ халықтардың кенеттен жоғалып кеткені туралы көптеген деректер бар. Майя өркениеті, Анасази халқы, кейбір Сібір тайпалары, олар қайда кетті? Бір түнде бүкіл халық жоқ болып кетті дегенге сенуге бола ма? Және ең қызығы, бұл тайпалардың барлығы жер астына кеттік деген аңыз қалдырған. Ал ең шоштарлығы Турфан үңгірлері мен Деренкуй қаласы сияқты нағыз жер асты қалаларының бар екендігі. Түркияда табылған Деренкуй қаласы 20 қабатты жерасты кешені. Ол жерде 30 мыңнан аса адам тұра алатын болған. Бірақ бұл қала жай ғана баспана ма, әлде жер астындағы басқа өркениетке апаратын есік пе? Тағы бір жұмбақ жер, Шошон тауларының астындағы алып лабиринттер. Жергілікті халықтың айтуынша, бұл үңгірлерден қорқынышты дыбыстар естіледі, ал кейбір батыл адамдар кіріп, қайта шықпаған. Бұл жай ғана қауесет пе, әлде сол үңгірлер арқылы басқа бір әлемге өтуге бола ма? Ал егер адамзат расымен де бір кезде жер астында өмір сүрген болса ше? Бізге белгілі тарих біз ойлағаннан мүлде басқаша болуы мүмкін. Егер жер астында басқа өркениет болса, олар біз туралы біле ме? Біз оларды кездестіре аламыз ба? Және ең басты сұрақ, олар бізге достық ниетпен қарай ма? Ал сіз қалай ойлайсыз? Жер астында тіршілік бар ма, әлде бұл бәрі тек аңыз ғана ма?